Қайырлы күн. Менде бүгін қайтадан осындай көлікте тоқу тақырыбы жалғасуда. Қазір мен ілмекбізбен қиық орамал косынка тоқып бастадым. Қолданып жатқан жіп Ярнард Бегония. Бұл бізде 100% мақта. Мерсеризованный хлопок деп айтылады. Ақ түсінен мен бұл екі түстен сетка шапка тоқыған болатынмын. Сетка шапка капюшон нақты чепчик тоқыған болатынмын. Естеріңізде болса, бұл влогтардың бірінде көрсеткенмін. Міне артылған жіптерден қазір осы косынка тоқып бастап жатырмын. Өзім қолданып жатқан Pinterest'тен көрген қосымша фотосын қалдырамын. Әзірге осындай көріністе, бірақ қазір бұны тарқатамын. Себебі бұл тоқылып жатқан көрінісі жаңағы дайын көрсетіліп тұрған косынкаға сай емес. Сол үшін мен схеманы қарап отырып, схемада ол жерде кішкене басқаша екен. Ал енді орамалға қарап отырып, жалпы тоқу техникасында түсінген сияқтымын. Енді қазір сол әдіспен көремін тоқып. Қыздар, жай жүрмей тоқып келе жатырмын. Былайша айтқанда, приятно с полезным. Қайырлы таң баршаңызға. Менде сағат таңғы 6:30 және көлікте тоқу процесі. Әрдайым осы аяқ киімді бірге алып жүруді жөн көрдім. Себебі жаз мезгілінің алғашқы айы аяқталып та қалды. Маған ендігі тапсырыс иесіне беруім керек. Менде бір пара дайын тұр деп айтсам болады. Қазір оң аяқты тоқып жатырмын. Және 1 сағаттай тоқимын, ары қарай өзімнің жұмыстарыммен кетемін. Ендігі 1-2 күндік жұмыс бар деп ойлаймын. Содан кейін дайын нұсқасын көрсетемін және тапсырыс иесіне де беремін. Және осындай жоспарларым бар. Қазір кішігірім қосылым. Келесі кезектегі дайын жұмысым дәл осы аяқ киім. Өте қуаныштымын және сіздерге бірінші болып көрсетіп жатырмын. Әлі мен тапсырыс иесіне фото түсіріп үлгермедім, жіберген жоқпын. Бүгін 26-сы жұма және түскі 1-де тоқып аяқтадым. Қазір бізде сағат 3 болып қалды және осы влогты түсіріп үлгерейін деп сіздерге көрсетіп жатырмын. Түсі енді өте әдемі, өзіме қатты ұнады. Бұл дәл сол жасыл аяқ киімнің қызыл бардо түстегі үлгісі. Бұл жерде өлшемі 38. Жасыл түс бізде 39 болса, яғни 39 өлшем. Ал бұл 38 және бұл жердегі айырмашылық тек осы тұстағы белбеуі, тілшесі деп айтайын, бір қатарға азайттым. Себебі менің өзім өлшемім 38 болғаннан кейін аяғыма киіп көріп, тілшесі кішкене бостау болған сияқты болды, содан бір қатар азайттым. Жалпы сәл кішкене үлкендеу сияқты көрінді аяғыма. Енді мүмкін менен үлкенірек әйел кісі тапсырыс берген еді, мүмкін аяғына дәл келіп қалатын шығар деген ойдамын. Бірақ жақсы тұрады аяқта. Өте әдемі, маған қатты ұнады. Әлі фото түсіріп мен бөліскен жоқпын. Сол себепті эмоциясын келесі видеода мүмкін айтып кететін шығармын. Және әдемілеп киіп фото түсіріп алғым келеді. 2 аяқ киімге де фотосессия жасап, әлеуметтік желілерде бөліскім келеді. Себебі өте әдемі шықты, маған қатты ұнады. Келесі влогтарда әдемі фотоларды көрсетемін деген ойдамын. Және де тағы бір дайын жұмысым. Енді ол мен қазір қолымда жоқ. Фото салып кетемін. Ол телефонға арналған сөмке болған. Сіздерге көрсеткенмін. Сәбіз түстес, қызыл сары деп айтылады. Шетіне жиегіне балан жіберемін деп ойлағанмын, бірақ одан кейін ойланып, жұмысты көбейтпей, жай ғана сол балансыз қалпында қалдырдым және өте маған ұнады. Мен ендігі оны өзімнің Астанадан келген құрбыма бірден сыйлап жібердім. Сол себепті видеоға түсіріп үлгерген жоқпын. Тек фотоға түсіріп алғаныма өте қуаныштымын. Оның өзін күндіз емес, кешкі уақытта
түсіріп алыппын. Соның өзіне рахмет, және сіздерге көрсетіп жатырмын. Өте қарапайым тоқылды. Шетіне және шашақ жіберуге де Шолпан ханым ұсыныс тастаған еді. Ол өте маған қатты ұнады. Бірақ енді мүмкін басқа нұсқасын тоқыған кезде немесе басқа бұйымға сол шашақ, қазір бахрама сәнде, мүмкін соны жіберіп қалатын шығармын. Келесі сумкаларды тоққан кезде оны алдағы уақытта көре жатармыз. Менің осымен дайын жұмыстарым аяқталды. Енді ары қарай не тоқып бастадым және тағы қандай бұйымдар тоқығым келеді, қосымша соны бөлісіп кетейін. Влог басында мен осы жіптен косынка тоқып бастадым деп көрсеткен болатынмын, көлікте тоқу процесінде. Содан кейін ол косынка менде өзгеріп кетті. Мен осындай мотивтармен тоқитын болдым. Бабушкин квадрат, квадратный мотивы деп айтылады. Осындай шешімге келдім. Және маған көрінісі қазір ұнап тұр. Енді ақ пен ақ қазір қалай көрінеді екен. Осындай көріністе өте қатты ұнады. Тоқылуы да және де көрінісі де қатты ұнап тұр. Қосымша осы косынканың суретін қалдырып кетейін. Бұл мотивтің тоқылуын схемасын таба алмадым мен. Іздеген де жоқпын қатты. Сол дайын жаңағы косынка нұсқасын қарап отырып, сол жердегі ілмектерді санап отырып тоқып алдым және өте қатты ұнады маған. Енді ары қарай осы тоқып жалғастырамын. Әлі неше дана керек екенін білмеймін маған. Сол себепті де алдағы уақытта осындай мотивтармен косынка болады. Өзіме қатты қызық болып тұр көрінісі қалай болатыны. Мен ойлаймын енді өте әдемі және нәзік болып шығады деп. Келесі кезектегі жоспарым, бұл жерде енді тоқыма және тігінге де байланысты. Бұл шоперді мен өзім тігіп алғанмын. Бұл қарапайым дак матасы. Бірнеше жыл болды және маған өте қатты ұнайды. Өте әр сезонда қолданатын шоперімнің бірі. Ендігі бұны жуу керек, өйткені мен осы апта белсенді түрде қолдандым. Әзірге жуып үлгермедім. Сол үшін видеоға бірінші түсіріп алайын, содан кейін жууға тастаймын. Бұл жерде қандай өзгеріс жасағым келеді. Осы жақында қалаға ұстап барған кезде, яғни жұмыстарымды бітіруге шыққан кезде ұстап бардым. Сол кезде ойыма келді, бір әдемі, қарапайым, барлық киіммен үйлесіп кетеді. Бірақ маған осы бірдеме жетіспей тұрған сияқты деп ойладым. Бірақ шетіне мен осындай шашақ жасағанның өзінде маған мына бос тұрған тұсына бірдеме толықтырғым келді. Сол себепті бұрын ойладым, мүмкін кестелеп жасаймын ба, кестелеу әдісімен бір өрнек саламын. Мүмкін бір бұрышына қазақша орнамент, қазақ киіз үй деген сияқты мүмкін қоямын ба деп ондай да ой келді. Бірақ ол ой әлі бар. Киіз үй болмаса да оюлап кестелеу әдісімен жасау және де тағы бір нұсқа. Бұл жерге жаңағындай мотивті, төрт бұрышты мотив тоқып, ортасына орнату. Кішірек па, жоқ әлде сәл үлкендеу ма? Содан кейін сол мотивтің төмен жағына мүмкін бір бахрама сияқты жіберемін ба, жоқ макраме әдісімен торлап жасап кетсем ба деген ой келіп жатыр. Енді оны тағы да алдағы уақытта көремін, және түстерін қазір әзірше таңдаған жоқпын. Басында ойладым, дәл осы түске ұқсас деп. Бірақ енді мүмкін осы түсті қолдансам көрінбей қалатын шығар, ол өзгеріс. Сол себепті білмеймін енді. Қара түс тым контраст болып кететін сияқты. Сол себепті осындай қоңыр ма, тағы да басқаша түстерді қарап көру керек. Қоңыр немесе жаңағы оливки түсінде деген сияқты кішкене үйлесімі жұмсақтау көрінетіндей түсті қолданып бір өрнек жасап алғым келеді. Алдағы уақытта осындай жоспарым бар. Сіздермен де бөлісіп кетуді жөн көрдім, себебі бұл да бір қолөнердің түрі. Келесі кезектегі тағы да бір өзгеріс жұмыс деп айтайын. Әрине бұл дайын сөмке. Бұл клатч негізі, немесе косметичка болған шығар. Бұл жерде белбеуі жоқ.
мен белбеуді жай ғана осы кистардың жібіне қыстырып қойдым. Бұл жерде қарапайым кожаный белбеу. Әлі әрине ұстаған жоқпын, білмеймін, бұл кожа бұл сөмкеге тым грубо көрінетін сияқты. Сол қалай көрінеді екен деп ұстап іліп қойған, сол күйінше қалды. Енді мен бұған келесі нұсқада жасап алғым келеді. Қазір көрсетейін. Ішіне мен жіптерін салып қойдым ендігі. Міне менде осы екі түс қолданып, қараңыздар, бұл сөмкедегі түстер бар, иә. Жаңағы оранжевый және қара, жаңағы бежевый түсте және жасыл түс. Менде осы түстердің барлығы бар, бірақ бауына тек осы екі түсті қолданып өріп немесе ілмекпізбен тоқуда келген, бірақ мен бұл жерде үш өрім техникасын қолданып белбеу жасап көргім келеді. Цеп орната салсам да деген ой келді, бірақ цеп қойсам қатты үйлесім болмаған сияқты болды. Сол себепті де осы жіптерді қолданып белбеу жасап алғым келеді. Және бұл жерде осы сөмкені көрген кезде бірден маған идея келді. Қараңыздар, төменгі жағындағы кистары бәрі өте қатты ұнайды. Әрине бұл жаңа күйінде келген. Тек қана осы кистарын жөндеп тарап, болмаса бір сабын суға шайқап алғанда керек шығар. Қазір мен басқа ойды айтқым келген. Негізі осы сөмкені көрген кезде маған бірден осы жазға арналған, мен де дәл осындай сияқты сөмке тоқып алғым келгенін түсіндім. Дәл осылай төменгі жақтарына кист немесе бахрама қазір өте тренд болып жатыр ғой. Сол сияқты менде осы артылған хлопок әртүрлі түстер бар. Естеріңізде болса, мен алдыңғы влогтарда, күздің бір влогында ол жіптерді көрсетіп, оюлы жилет тоқып алғым келеді деп айтқанмын, бірақ енді соны сөмкеге жіберсем деген ой бар. Осындай кішігірім ғана оюлап тоқып алсам, немесе басқа өрнекпен тоқып алсам деген ой бар. Және қосымша тағы да үлкенірек жаңағы шопер, авоська деген сияқты қазір көпшілік тоқымашылар тоқып жатыр, және басқа да брендтерде қазір байқасаңыздар рафия жібінен сетка шоперлары шығып жатыр. Қосымша фото салып кетемін. Төменгі жағы кішкене жабықтау тоқылып, ары қарай сетка тоқылып кеткен. Сол нұсқасы өте қатты ұнады. Және сондай да ой бар. Осы хлопок жібінен төменгі жағын оюлап, жоғары жағын сетка жасап жіберсем деген ой бар. Себебі менде ол идеяны ендігі орындап жатырмын, бірақ оны жилетте, көк жилет, қызыл жилеттің сеткасын тоқып жатырмын деп бір влогтарда көрсетіп кеткенім, бірақ сол қалпы әлі тұр, қозғалған жоқ. Сол жерде мен оюдың бөлігін жабық тоқылып жатыр, өйткені сеткаға оюды кіргізе алмаймын. Сол тұсы квадрат қана оюмен тоқылады да, ары қарай сетка болады деген идеяны енді осы шопер сөмкесінде де қолданып көргім келеді. Не болмаса осындай кішігірім болады, немесе жаңағы шопер айтып кеткендей. Оны енді тоқып бастаған кезде тағы да қосымша жіптерге қарай, жіптің жетуіне қарай қосымша ойластырып көремін. Жалпы менің идеям осындай. Жалпы менің жоспарым осындай. Бұл сөмке өте ішіндегі подкладі барлығы өте қатты ұнады. Түстерінің үйлесімдегі енді жазға арналған өте киімдермен әдемі үйлестіріп кететін сөмкенің бірі екен. Және бергі бетіне қарасаңыздар, бұл жерде тағы да осындай қою көк түстердің де үйлесімділігі бар. Жалпы өте әдемі, сапалы, және менде осындай сөмке болатынына өте қуаныштымын. Міне менің жаңағы сетка, оюлы сетка жилеті айтып жатқанымды көрсете кетейін деп шештім. Әлі сол влогтардың бірінде көрсеткен көріністе тұр. Ары қарай енді осы айда тоқып бастау керек. Себебі ұзақ тұрып қалса да тоқу тығыздығы өзгеріп кетеді, және де тапсырыс берушіге де ендігі дайын нұсқасын беру керек. Өте қатты ұзап кетті. Негізі бұл күзде
күздік жилет болу керек болған, дәл жабық. Одан кейін жаз мезгіліне өткеннен кейін сетка көрінісінде тоқимын деген ұсыныс тастадым. Сонымен енді аяқтап беруім керек. Келесі кезекте мен өзім жақын күндері тоқып алғым келетін аксессуарларды айтып кеткім келеді. Осы фонды қойып, кішкене әдемі көріністе болсын деп қойып қойдым аяқ киімді, және артқы фонда егер балалардың дауысы қатты шығып кетсе, кешірім сұраймын. Енді мен ең бірінші сол панама, себебі осы жақын күнде жаңа айтып өткендей өзімнің жұмыстармен жүрген кезде күн деген қатты бетіме түскен кезде мен орамалыммен бетімді жапқыштап әурелендім. Сол себепті панама осы тез арада керек, бірақ мен сол рафия жібін іздестіріп тоқып көргім келеді. Егер тіпті болмаса, мүмкін хлопок жібінен де тоқып алатын шығармын, артық болмайды. Алдағы уақытта көремін. Келесі осы сөмкелер жайлы айтып кетейін. Бір-екі нұсқасы ғана. Жаңа айтып өткен өзімнің авоська сетка түрінде, және де келесі қазір фотодан көріп тұрған нұсқасы да маған өте қатты ұнады. Маған жаңағы қызметін жақсы атқаратын сөмкелер керек. Жай ғана тек сәндік үшін ғана ұстағым келмейді. Барынша өзінің қызметін жақсы атқарса екен деген ниетпен де тоқып алғым келеді. Өзінің қызметін жақсы маған атқарса деген сөмкелердің нұсқасын тоқып алғым келеді. Келесі кезекте өте қатты филейный тоқымасын, филейный тоқу нұсқасында игеріп алғым келеді. Сол себепті де қосымша сол сөмкелерін қарап жүрмін. Негізі косынкада тоқып көргім келген, бір кездері бастағанмын, бірақ келтіре алмадым. Мүмкін YouTube арнадан бір шеберлік сабақтарды көріп, содан кейін өзімнің нұсқамды жасап көруім керек шығар. Оған кішкене сәл уақыт бөлу керек. Бірақ енді бұл жерде сөмке өте қарапайым. Бұл жерде үлкен сөмкеден кішкентай телефонға арналған сөмкеге дейін нұсқаларым бар өзімнің. Енді ең бірінші сол мүмкін телефонға арналған кішігірім филейный тоқымасында сөмкесін тоқып көретін шығармын деген жоспарым бар алдағы уақытта. Егер сол кішігірім нұсқасы жақсы шығып жатса, ары қарай да үлкен нұсқасын тоқып көруге болады. Өте көп Pinterestте және өте әдемі. Маған қатты ұнады сол нұсқалары. Қосымша сіздермен бөлісіп жатырмын. Мүмкін сіздер де шабыт алып қалатын шығарсыздар. Және келесі кезектегі осы ең қарапайым сөмке мен үшін осындай квадратпен тоқу өте жылдамырақ болатын сияқты. Басқа авоська шоперларға қарағанда бұл нұсқада өте тез тоқылатын сөмкенің бірі деп өзіме сақтап қойдым, және сіздермен де бөлісіп жатырмын. Мүмкін сіздерге пайдалы болып қалар. Жеткілікті жіптеріңіз болса, осылай тез арада үлкен сөмкені тоқып алуға өте жақсы шешімнің бірі деп ойлаймын. Және айтпақшы, осы аяқ киімге шеберлік сабақ түсіретін шығармын деп бір влогта айтып кеткенмін, және де жақында жасыл аяқ киімді аяқтағаннан кейін бір әлеуметтік желіде, Instagram әлеуметтік желіде, қателеспесем Instagramда шеберлік сабағы шығады ма деген сұрақ болды. Шыны керек, шеберлік сабағын түсірмедім, себебі бұл тапсырыс болғаннан кейін өзім ұзартып жібердім. Сол себепті де шеберлік сабақ түсіріп, одан ары ұзартпайын деген шешімге келдім. Енді егер мүмкін хаки түсі де бар, егер дәл осындай нұсқа тоқып жатсам, онда шеберлік сабағын түсіріп, сіздермен бөлісуге тырысамын. Осымен менің кішігірім влогым аяқталды. Назарыңызға рахмет. Келесі влогтарда мүмкін алдағы уақытта шеберлік сабағы шығып қалатын шығар сабақтар. Шеберлік сабақтарда кездескенше сау болыңыз.